Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қанат Әбілқайыр, соқыр үміт. Наташа тағы да саяхат автобекетіне бет алды. Сергей, өзінің сүйіктісі Сергейі, Серегасы бүгін келуі тиіс. Ол сөзсіз сүйіктісіне оралады. Оны Алматыға барып күтіп алмаса, ренжіп қалар, өкпелеп қалар. Сіздер білмейсіздер ғой, ол бала сияқты болмашы дүниеге бұртия қалады. Оның жанын дәл Наташада ешкім түсінген емес, түсіне де алмайды. Наташа Сергейін саяхаттан күтіп алып қуантқысы келді. Өзінің қалай сағынғанын айтпақ, осы уақытқа дейін көрген қорлығын әңгімелемек. Ах, Серега, Мәскеуге сенімен бірге кетсемші. Сенің мұншалықты кешігетініңді білгенде, тозаққа болса да өзіңмен еріп барар едім. Серега жігіттің төресі болатын. Оның Наташаны еркелеткенде керемет қой шіркін. Ол мысығым деп ғашығының сүйір мұрынын қысып қоятынды. Кейде сен қызыл көйлек кисең, қызғалдаққа ұқсап кетесің дейтін. Ол ма сенің шиедей еріндеріңді сүйе бергім келеді деуші еді. Наташа жолға шықпас бұрын қызыл көйлегін іздеген болатын. Қайда қалдырғаны белгісіз қызыл көйлек үштігелі жоғалыпты. Амал жоқтықтан қолына ілінген киімді кие салды. Артынша ернін боямақ болған айнаға қарап еді, шошып кетті. Кішкентай ғана қол айнаның ар жағында 18-дегі қыз емес, 60-қа келген кемпір тұр. Наташаның қолынан әл кетіп, басы айналып құлап бара жатты. Абырой болғанда қабырғаға сүйеніп қалды. Әйтпесе жерге дүрс ете түсетін еді. Әлдені уақыттан соң Наташа өз-өзіне келе бастады. Денесі сонда да дір-дір етеді. Маған не болған? Мен шынымен қартайып кеткенмін бе? Мына түрімді Серега көрсе, безіп кетеді ғой менен, безіп кетеді. Қос қолымен шашын жұлып, еңіреп қоя берді. Құдайым-ай, не жаздым мен саған, жазығым не? Сереганың үмітімді үзбей күткенім үшін осылай жазалағаның ба? Ендігі өмірім не болады? Сенің алдыңа қандай күнәм бар еді? Айтшы, не болса да айтып өлтірші. Наташа сүт пісірім уақыт еңкілдеп жылап алды да орнынан тұрды. Сосын асықпай беті қолын жуды, қайтадан айнаға қарауға дәті жетпей, қолындағы далапты аузына тегізді де ернін жымқырды. Сергейі құшырлана сүйетін ерні кезеріп кеткен бе, қалай өзі? Міне, Сергейді Мәскеуге аттандырған құлжа күре жол. Бір айдан соң келем деген Серега әлі жоқ. Неге мұнша кешікті? Неге? Ол бұлай кешікпеуі тиіс еді ғой. Әне, анау емен ағашының түбінде Наташа Сергеймен тұңғыш рет сүйіскен. Қайран күндер. Ғашығы Наташаны осы ағаштың түбінде ұзақ аймалайтын, еркелететін. Ал Наташа болса, ана бір сәкіде Сереганы алдына жатқызып алып, шашынан сипап отыратын. Күні кеше ғана болған сияқты. Сайран салған сол күндер зымырап өтті де кетті. Наташа шиқылдап келіп, ентіге тоқтаған автобусқа мінді. Автобустың іші күңгір тартып кеткен секілді, күңіренген бір күй ойнап тұр. Осы қара адамдардың күйі де, әні де қайғылы болатын несі екен? Бұларда неге қуанышты әндер жоқ? Әйтеуір зарлайды да жатады, онсыз да жетісіп жүрген жоқпын. Қолдан келмейді-ау, әйтпесе ана музыканың үнін өшірер еді. Серега келсінші, мұны да айтам. Ол орыстың әуезді әнін қойғызады, сөзсіз сөйтеді. Бәлкім, Сергейі қазір саяхат автобекетіне келіп алғанды шығара, қолында бір шоқ гүлі бар. Ол Наташаны тағатсана күтіп отырған болар. Сереганың Наташаға гүл сыйламаған күндері сирек. Ол күн құрғатпай сыйлық жасайтын,
талғамы да керемет еді ғой. Ол сыйлаған гүлдер қандай әдемі еді. Мен білсем, қазір Серега құшағын гүлге толтырып саяхатта тұр. Наташа жүгіріп барып, оның кеудесіне құлайды. Сөзсіз сөйтеді. Мына автобус шіркіннің шабан аттай жүрмей қойған қарашы. Баяғыда Сергей екеуі қалаға әп-сәтте жетуші еді ғой. Сергейдің әңгімесін бәрін ұмыттырып жіберетін. Айналасында кім бар, олар не айтып отыр, олар не ойлайды, мұны қызықтырмайтын. Ол кезде күмбірлеген мынадай музыка ойнамаушы еді. Елдің бәрі бір тілде сөйлейтін, бір тілде ән айтатын, айналасындағы адамдар не айтып жатқанын түсінетін, білетін, өзіне жақпайтын, ұнамайтын сөз естісе шап ете түсетін. Ешкімде мұны сыртқа теппейтінді. Осы автобуста өзі қожа еді. Ол Сергей барда бақытты еді ғой, бақытты еді. Наташа терезеден түскен күннің сәулесін пердемен көлегелеп отырған жігітке көзі түскені сол еді. Жүрегі дір етті. Құдай оңдады деген осы. Мынау менің Сергейім ғой. Дәл өзі, ол маған неге қарамайды? Жоқ әлде көрмей тұрма? Наташа әлгі жігітке қарай ұмтылып барып тоқтай қалды. Сергей емес, дене тұрпаты, сыртқы пішіні Сергейге ұқсағанымен мүлдем басқа жігіт екен. Жан дүниесі тағы да құлазып сала берді. Ескі күндер тізбектеліп көз алдынан өтіп жатыр. Наташа мектеп бітірген жылы Сергеймен осы автобуста танысты. Кешкісін Алматыдан қайтқан беті болатын. Саяхат автобекетінде моншалықты адам көп болар ма? Алматыдан Есік қаласына қайтатын екі автобусқа сыймай қалды. Құдай оңдап үшіншісін аяқ іліндірді. Қара құрым халық автобусқа лап қойған кезде бұл да елден қалмай алға ұмтылған еді. Мұны бір жігіт қолтығынан демеп жіберді. Егер ол болмағанда елдің табанының тапталып қалар еді. Иін тірескен адамдардың арасында қысылып әрең тұрған Наташаның құлағының түбінен біреу сыбырлады. Сұлу қыз қайда барады екен? Наташа жалт қарады. Манағы қолтығынан демеп жіберген жігіт жирен шашты, көзі көк көзді, қыр мұрынды. Жігіттің қабағының астында кішкене ғана тыртығы бар көрінеді. Қабақтағы тыртығы болмаса, сымбатында мін жоқ екен, деп ойлады Наташа. Табак совхозға барамын. Наташаның үні сақ ете түсті. Ақырын сөйлеңіз, мен де табак совхозға барамын. Жігіттің лебі соншалықты ыстық болар ма еді. Наташаның беті ұялғаннан қып-қызыл болып қызарып кетті. Бағанадан бері қалай байқамаған қоянның көжегіндей болып, бұл әлгі жігіттің бауырына кіріп алыпты. Иванов Сергей Сергеевичпін. Жай ғана Серега деп атай беріңіз. Васильева Наталья Александровна. Наташа десеңіз де болады. Әрине, екеуі де жымиды. Наташа дәл сол күні бұл өмірге тек Серегашын келгенін іштей түйсініп еді. Көре салып ғашық болып қалғанына таң қалды. Серега сол жолы Наташаны үйіне дейін шығарып салды. Серега бүгін аман есен келген болса, енді оны ешқайда жібермеймін. Ешқайда. Егер тағы жолға қамданар болса, мені де өзіңмен алып кет деймін. Мейлі Мәскеуге барса да, одан бір ел қалмаймын. Наташаға мұна құрып кеткір Алматының құны көк дейін. Мұның жұмағы Сергейдің қасында. Ол жердің қай қиырына кетсе де, бұл сонда барады. Осыдан дипломын әкелсінші. Автобус саяхат автобекетіне келіп тоқтады. Наташа ылғи да Сергейді алып өрік ағашының түбінде күтетін. Егер Сергей ерте келсе, ол да ғашығын осы жерде тосушы еді. Сүйікті Серегасы келмепті. Әлі күн ерте ғой. Бүгін кеш батқанша келіп қалар. Күн ұясына батып барады. Сергей тағы да оралмады. Оның шамамен Наташаны ұмытқаны ма, жоқ әлде басқа біреуді сүйіп қалғаны ма? Наташадан да әдемі бір қыз кездескен шығар.
бұл дүниеде бәрі де мүмкін ғой. Егер басқа біреу болса, Сергей зарықтырмай келуі керек еді. Жоқ, Сергей Наташадан басқа ешкімді сүйе алмайды. Ол Наташаның ақ адал махаббатын лайламайды. Ол түптің түбінде Наташаға оралады, Наташаның мауқын басады. Қазіргі ауыр күндердің бәрін ұмыттырады. Наташа мен Сергей шаңырақ көтереді, балалы болады. Сергейдің арманды асқақ еді ғой. Наташа, мен дипломды әкелген соң екеуміз үйленеміз, сосын сен шекесі торсықтай ұл туасың. Ол ұлдың атын Сергей деп қоямыз. Біз оны кіші Серега деп атайтын боламыз. Өзің ойлашы, Сергей Сергеевич, керемет емес пе? Наташа күліп жібереді. Ай, ақмағым-ай, сен алдымен зарықтырмай келші, сосын қанша бала туып бер десең де, мен мақұлмын. Сасымай кішкене арырақ тұршы. Автобустағы бір келіншек Наташаны итеріп жіберді. Өзің ары тұр. Наташа бар күшімен келіншекті нұқып қалды. Келіншек Наташадан әлділеу екен. Оның нұқығанын маса шаққан құрлы көрмеді. Ызаға булыққан Наташа дура деді. Келіншекте қарап қалған жоқ. Аузына түскен ұятты сөзді көлденеңдете салды. Наташа бұрын мұндай бетімен кеткендерді бір ауыз сөзбен жауыздыратын еді. Бұ қара адамдар не болып барады? Баяғыда жасқаншақтап тұрмаушы ма еді? Шынын айту керек, Наташа қара адамдарды ұнатпайтын. Неге екенін қайдам, оларды иттің етінен жек көретін. Сергей де сондай болатын. Ол бұларды қазақ деп атауға қарсы еді. Біз қазақпыз. Бұлар ол атты иемденуге лайық емес. Бұлар қара адамдар деп күлетін. Сол күннен бастап Наташа да жергілікті халықты қара адамдар деп атап кетті. Сергей бірде қабағын қара адамдармен төбелесіп жарып алғанын айтып берген. Сол қаныпезерлер болмағанда деген еді. Тісін сықырлатып Наташа күйініп жүр. Қазір Сергей қасында болса, мына әйел басын армай еді. Шіркін өткен күндер қайта оралса ғой, көздеріне көк шыбын үймелетер едім. Наташаның жанары жасаурап сала берді. Наташа күндегі әдетімен саяхат автобекетіне бармақшы болып жолға шықты. Сергей бәлкім бүгін оралар. Егер бүгін келмесе, бар ғой, одан үмітін бір жола үзеді. Несі бар? Қартайып тұрған шамалы, бұған лайық біреу жолығар. Жасы бар болғаны 18-де емес пе? Гүлдей құлпырып тұрған Наташаны кез келген жігіт ұнатып қалуы сөзсіз. Наташадай сұлу әйелді кім арман етпейді дейсің? Бұл қандай жігіт болса да бағын ашады. Сергейдің өз обалы өзіне, оны күтіп, жастық шағын қор етуге болмайды ғой. Шыдамның да шегі бар. Сергей өзінің бағын бағалай алмады. Егер бағаласа, осы уақытқа дейін келер еді ғой. Наташа күндегі әдетімен автобусқа міне беріп еді. Кондуктор оны ішке кіргізбей қойды. Мұның не? Ол да адам баласы емес пе? Автобустың ішінде тұрған ақсақал адамдар кейіген даусы шықты. Наташа оның не дегенін түсінбесе де, өзіне жанашырлық танытып тұрғанын жүзінен аңғарды. Осы кезде кондуктор да қара адамдардың тілінде ағытылып сөйлеп кетті. Ата, 8 жылдан бері Есік пен Алматының арасында жолаушы тасып күн көріп жүрмін. 8 жыл бойы бұл Алматыға тегін барып, тегін қайтады. Сақалды шал да қарап қалмады. Сен 8 жылдан бері бұл әйелді тегін тасып жүрмін деймісің? Мен бұл ауылға көшіп келгенме 40 жыл болды. Ол байғұс 40 жылдан бері Алматы мен Тавасовхоздың арасында сабылып жүрген жоқ па? Мүсәпір адам ғой, аясаңшы. Мен оны мүскіргенімен ол мені жарылқайды ма? Ол автобусқа кірсе болды, салонның іші сасып кетеді. Үстінен ылғи күлімсік иіс мүңкіп тұрады. Клиенттерді бездіріп бітті. Наташа қара адамдардың не деп жатқанын түсінген жоқ. Түсінгісі де келмейді. Сергей аман келсінші,
бұлардың да сазайын беремін. Адамды осылай қорлауға бола ма екен? Бұлар неге менің тілімде сөйлемейді? Мен олардың шүлдірлеген тілін білмеймін. Ал бұлар орысшаны шемешкеше шағады ғой. Ах, Серега, Серега, мені қара адамдардың табасына қалдырмай Мәскеуіңе әкетші. Мыналардың ішінде жүру қандай қауіпті. Ертең біреуі мені өлтіріп кетсе қайтем? Жоқ, бұлар өлтірмейді. Бұлар өте жуас халық. Наташаның атасы осы Талғар өңіріне талай көшіп келгенін жыр қылып айтушы еді. Ол кісі өзінің жауы мен досын айырмайтын мұндай халықты көрсем көзім шықсын деп отыратын. Наташаның есіне баяғы бақытты шақтары түсті. Сергей Мәскеуін аузынан суы құрып мақтаушы еді ғой. Ол ылғи да үйленген соң Ресейге бір жола кетейік, ол жақта екеумізге де жұмыс табылады дейтін. Серега, мен бұрын қалай байқамағанмын. Сен әулие екенсің ғой, әулие екенсің. Түптің түбінде бұл жақтың адамдары өзгеретін білген екенсің. Наташа Сереганың Ресейге кетейік деген ойымен келіспеген болатын. Мынау аспанмен таласқан таулары бар Алматымды, Талғарымды қимаймын деген. Оны былай қойшы, Сергейдің Мәскеуге барып қыдырып қайтайық, менің диплом алу кешіме қатыс дегенінде көнбей еді. Негізі Мәскеуге барып келуге болар еді, әкесі ғой жібермей қойған. Наташа құлжа күрме жолын жағалап жүріп кетті. Табасовкоздың шыға берісінде орыстардың мазары бар. Сол бейіттердің арасындағы сүйекті әкесі мен шешесінің мүрдесі жатыр. Наташа әлі күнге әкесін кінәлайды. Қазір ата-анасына барып барлық мұңын шақпақ. Егер Серегамен бірге Мәскеуге қыдыруға жіберсе, қазір бәрі басқаша болар ма еді? Соны айтады. Автобусқа мінгізбей қойған келіншекті де жақтырмайды. Сол жолы Серега маған ренжіп кеткен болар. Әйтпесе, оның менен жерінетін жөні жоқ қой. Наташа тағы да саяхат автобекетіне жол тартты. Түнде түсінде Серега кіріпті. Баяғы бақытты күндері қайта оралған екен. Екеуі қол ұстасып, алып Шымбұлаққа қарай кетіп бара жатыр. Неге соншама күттірдің, деді бұл. Сенің мені мұншалықты шын сүйетініңді білмеппін, дейді ол. Сен осыған дейін қайда болдың, деді Наташа. Қайда болған несі? Табасовкоздында ғой, деді Сергей. Бір қараса, Сергей мен Наташа мазарлардың арасында жүр. Наташа, сен үйге кете бер, мен сені осы жерде күте тұрамын, деді Сергей. Сол-ақ екен, ол көзден ғайып болды. Наташа, Серега, Серега, сен қайдасың? Тағы да мені тастап кеткенің бе? Деп жылап жатып оянып кетті. Бүгін күнде ерекше нұрланып тұрған сияқты. Сергейді түсінде көргендіктен бе Наташаның сағынышы сәл бәсеңдегендей. Құлжа күре жолының бойында неге адамдар көбейіп кеткен? Не болған мұнда? Жолдың ортасында бір машина тұр, оның алдында етпетінен әппақ көйлекті бір жігіт жатыр. Көйлегі қан-қан. Ойбай, құрдым, мынау Серега ғой. Әні бірдеңеден құр қалғандай майы көлігі мен жедел жәрдем машинасы азынап келеді. Наташа да екі өкпесін қолына алып жүгіре жөнелді. Жүрегі атқақтап, кеудесін жарып шығардай. Соғуын қарашы. Бәсе, түндегі түсі бекер емес. Келді де жерде жатқан жігітті құшақтай алып жылай бастады. Серега, Серега, тұршы, ояншы күнім, сені бұлай өлмеуің керек. Сен мені қалай тастап кетесің, қалай? Серега, тым құрса бетіңнен бір рет сүйгізші. Ақыр рет ол зіңгіттей жігітті аударып келіп жіберді. Жерде жатқан Серега емес, қазақ екенін көріп орнынан атып тұрды. Қуанып кеткені сонша сықылықтап күліп жіберді. Өмірем қап, мен сені Серега екен деп қалсам, қар адам екенсің ғой. Саған сол керек. Сендер ғой Сереганың қабағын жарған, сендерсіңдер.
Наташаның бұл сөздеріне ешкім көңіл аударған жоқ. Мүрденің қасындағы адамдар оны мүсіркеп тұр. Наташа автобусқа мініп саяхатқа жүріп кетті. Күндегі әдетімен күбірлеп сөйлескен қара адамдардың сөздеріне құлақ қойды. Олардың тілі де қызық, арасында орыстың да сөздері бар. Шіркін, түсінсе ғой, олар не айтады екен? Бәлкім мені жамандап жатқан шығар. Жоқ, әлде менің әдемілігімді айтып, ауыздарының суы құрып, тамсанып отыр ма? Осы кемпірді жиі көремін, ақыл есі түзу емес ау. Ой, ақырын сөйле, қазақша түсінетін шығар. Түсінбейді. Ернін қарашы, қып-қызыл етіп бояп алыпты. Псих болуы керек. Жоқ, псих емес. Жынды болса, елдің берекесін алар еді ғой. Кстати, мен осы кемпір жайлы бір әңгіме естігенмін. Қалаға жеткенше айтып берсеңші. Ой, вообще-то, неважный әңгіме. Мені білесің, сөз бар емеспін. Кез келген әңгімені екі ауыз сөзбен бітіре саламын. Сонда да тыңдайын. Бұл жас кезінде өте әдемі қыз болыпты. Көрініп тұр, мөлдіреген көзін қарамайсың ба? Қарамай-ақ қойдым оның көзіне. Мұның Мәскеуде оқыған, интеллигентный жігіті бар екен. Енді үйленеміз деп жүргенде сол жігіті көлік апатына түсіп көз жұмыпты. Қой, рас па? Мен қайдан білейін? Осы автобусқа келе жатып естіген әңгімем. Жігітінің мүрдесі Табақ совхоздағы орыстар бейітіне жерленіпті. Бұл қайғы ауыр тиер деп ата-анасы қызға тіс жармапты. Соған бола адам ақыл естен айырылмайтын шығар. Кім білсін. Әйтеуір күнде саяхатқа барып сүйіктісін күтіп жүретін көрінеді. Наташа терезеден сыртқа қарады. Қалай байқамаған, айнала қызғалдаққа толып кетіпті. Жер беті құлпырып тұр. Сергей екеуі де дәл осы мезгілде танысып еді ғой. Сөйткен, сол бақытты күндер әлі-ақ оралады. Көр де тұр. Наташа Сергейдің етегінен ұстап Мәскеуге кетеді. Мәскеуге.